Chatda javoblar bormi? Araydim жаңа көбейтінден азайтып ауыстырамыз ба дейді. Бағана есепте қоямын. Кімде қандай жауап шықты мына есепте? Пока сендер есептегенше біз примерно қарастыра берейік, логикасы қандай болады. Енді тура алдыңғы есептегі біз есеп мысалға қарайтын болсақ, бұл жерде біз мынаны қалай жазып алуға болатын еді. Бұны біз 5-тен 5 көбейтілген 7-ден 2-ні менің ойымша 5-тен 1 азайтылған 7-ден 1 деп алуға болатын сияқты. Не үшін? Себебі қазір ортақ бөлім мынаған 7-ден береміз, мынаған 5-тен беретін болсақ, сонда біздің ортақ бөліміміз осы 5 пен 7-нің көбейтіндісі болды. Оны көбейтіп 35 деп жазбай қойдым. Өйткені есепті әдейі көбейтпей берген, 5 көбейтілген 7. Ал алымы 7-тен 5 азайтатын болсақ, бізде 2 шығады. Ондай болатын болса, мына бір жай бөлшекті біз мынандай қылып жазып алсақ болады деген сөз. 5-тен 1 азайтылған 7-ден 1 деп жазып алсақ болады. Арайлым 75-тен 14 шықты. Тексеріп көрейік. Келесі мынаны демек қалай жазуға болады деген сөз. Бұны 7-ден 1 азайтылған Жасмин да сондай жауап шықты тоже. Ал тексеріп көрейік енді. Мына жақта 7-ден 1 азайтылған 9-дан 1 деп алуға болады. Келесі маған келейік. Бұны демек қалай алуға болады? Бұны 9-дан 1 азайтылған 11-ден 1 деп алуға болады. Осылайша жалғасып кете береді нешеге дейін? 73-тен 1 азайтылған 75-тен 1-ге дейін осылай жалғасып кете береді. Енді қарайтын болсақ, тура жаңағыдай, минус 7-тен 1-ге плюс 7-тен 1-ді қоссақ, бұл екеуі қосылып 0 болып кетеді. Тура осылай минус 9-дан 1 мен плюс 9-дан 1-ді қоссақ 0 болып кетеді. Мұна минус 11-ден 1 барлығы жойылады. Соңында 5-тен 1 мен 75-тен 1 ғана қалады. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 5 пен 75-тің ортақ бөлімі бізде маған 15-тен береміз. Сонда ортақ бөлім 75-тен 15 азайтылған 1 болады. Сонда алымында 14, бөлімінде 75 қалады екен. Кімде мынандай жауап шықты? Демек, бұны дұрыс түсіндіңдер деген сөз. Ал бір қарап алайық. Сұрақ болса осы жерден, түсінбей қалған жерлерің болса, қате кеткен жерлерің болса, бірден айтсаңдар болады. Ары қарай кеттік. Неге 73-те 1 жоғалып кетті? Не үшін 73-тен 1 жоғалып кетті? Айдана қояйық. Неге 5-те 1-ді сызып тастамаймыз мысалға? Сол жағын вообще түсініп жатқан жоқпын. Қара, мынандай нәрсе бар. Так, міне 5-тен 1-ді көріп тұрсың ғой? Оған қосып азайтылып тұрған басқа 5-тен 1 деген сияқты сан жоқ. Мысалы, 7-тен 1 не үшін жойылып кетті? Өйткені қара, мына минус 7-тен 1 бар ғой. Оның қасында плюс 7-тен 1 бар. Ол екеуін қоссақ, ол 0 болып кетті. Микрофонды өшіріп қойдың ғой майдан. Микрофон қоспайсың ба? Жоқ, оны біліп тұрмын ғой, 7-те 1, 9-да 1 не үшін деп қалғанымда. Бірақ 11-де 1, сосын 73-те 1 жоқ қой, екінші парасы оның. Олар дұрыс айтасың. Өйткені мына жерде мынаның арасында бар ғой, көп нүкте қойып қойған ғой. Бұл көп нүкте не нәрсені білдіреді? Мынау жалғасып кете береді осылай деген сөз. Мысалы, 5 пен 7, 7 мен 9, 9 пен 11, келесі қанша болады? Келесі мына жерде 11-ден 13-тен 2 деген бар. Келесі қанша бар? 13 пен 15-тен 2 бар. Үстіп жалғасып кете береді, нешеге дейін, мұнаға дейін жалғасып кете береді деген сөз ғой. И значит, там есть его пара, но ол жерде ол жазылмаған, я? Жазып отырмаған дейікші. Оның бәрін жазса слишком көп болып кетеді ғой. Получается, қарака 13-тен 15, 17-тен 19 и дальше кете береді, қаншаға дейін 75-ке дейін. И соның барлығын олап етіп жазып отырмас үшін мынандай белгі қойып қояды көп нүкте. Получается, осы логикамен ары қарай жалғастырып кете бересің деген сөз ғой. Получается, оның парасы бар, бірақ мына жерде жазылмай қалған ғой. Все, рахмет. Біз енді бүйтіп жазсақ болады. Мына жерге бүйтіп, егер сендерге ыңғайсыз болса, 73-тен 1 деп былай қарай жазып қойсақ болады. Былай қарай. Сол кезде ол осыны минусымен бірге жойылып кетеді. Все. Тағы сұрақтарың болса, давайте қоя беріңдер. Кеттік дальше.
Келесі оқушылар мындай нәрсе ғой, жалпы жай бөлшекке байланысты именно математикалық сауаттылықтан тестта өздерің пробный тапсырып жүрген шығарсыңдар. Көп есеп келе бермейді. Бұларды қосу, азайту немесе бағана бөлуге байланысты ше. Келетін есептер мен осындай типтегі есептер оның өзі ото-оның емес, былай басқа тестовиктерде көп келіп жатыр. Бірақ сонда да жай бөлшектерді қосу, азайту дегенді білуіміз керек. Не үшін? Өйткені кейбір мәтін есептерді шығарған кезде осы жай бөлшектерге жүгінетін боламыз. Бұл нәрсені білу керек, бұл база былайша айтқан кезде. Так, бөлшек келеді дейсің ба? Білмеймін, бізге былтыр қараған кезде көп оқушыларда келіп жатқан ол ықтималдылық, комбинаторика и геометрияның есептері көп келді, и логика ғой, основной көп келеді. Бұл медиана, өзгеріс ауқымы деген. Олардың ішінде жай бөлшектің қасиеттері болады, бәрібір де білу керек, бірақ ойлап қалмаңдар, тек қана осындай есептер келеді екен деп. Так, келесі берілген бөлшектерді қысқартыңыз. В целом, есептерді шығара алу үшін математикалық сауаттылықта осындай базовый нәрселерді бәрібір де білу керек. Мен жай бөлшектерді қысқартыңыз дейді. Енді мынау нәрселерді бір түсіндіріп кетсек. Сонымен мына жерде қараңдар. Бізде мысалы бастапқыдағы мына бір бөлшектердің арасында бізде көбейту белгісі тұр. Біз айтамыз, бөлшектерді қысқарту үшін арасы міндетті түрде не болу керек? Көбейту болу керек. Мысалы мынандай жағдай болатын болса, біз мынау в мен в-ны қысқарта аламыз. Сонда бізде не қалады? 8-ден 3 қыл. Өте қарапайым нәрсе, яғни қысқартудағы. Тура солай екінші мысалда да аралары көбейту болған үшін біз қысқарта аламыз. Немен нені қысқарта аламыз? Міне санды қараңдар, 14 пен 24. Қысқарту деген не нәрсе десек, қарапайым тілмен айтқанда екеуі де бөлінетін сан ғой. Мысалы 14-ті де 24-ті де нешеге бөлуге болады? Екеуін де 2-ге бөлуге болады. Біз соны қысқарту деп айтамыз. Екеуін 2-ге қысқарттық, 2-ге қысқартқан кезде мына жақта 7 қалады, мына жақта 12 қалады. Кейін әріптерге келетін болса, мына жерде в мен мына бір в-ның квадратын қысқартып жіберсек болады. Сонда не нәрсе қалды? Алымында 7, а және в әріптері қалды. Ал бөлімінде 12c квадрат. Осы қалпында жауабын қалдырасың. Келесі, астындағы 3-ші және 4-ші мысалдарды әдейі жазып жатырмын, көп оқушылар түсінбейді қысқарту деген нәрсені. Мысал ретінде оқушылар қараңдаршы, 3-ші мысалда, мына бір 3-ші есепте біз а мен а-ны қысқарта аламыз ба? Қысқарта алмаймыз, не үшін? Өйткені жаңа қысқартуды басында айтып жатқандай, аралары қандай болу керек? Арасы көбейту болу керек. Көбейту болған кезде ғана біз мынау а мен а-ны, в мен в-ны қысқарта аламыз. Ал мына жерде енді қараңдар, азайту, қосу тұр, қысқарта алмаймыз. Онда не істейміз деген оқушыларда сұрақ туындайды. Оқушылар қысқарта алмайсыңдар ма? Проблема жоқ. Қалай тұр? Тура сөйтіп жазып қоясың. А азайтылған ба, а қосылған ба? Мынандай қосу, азайту кезінде не істейміз? Қысқарта алмаймыз. Осы нәрсені жақсылап есімізге сақтап алайық. Астындағы 4-ші мысалда алымындағы мына бір өрнекті қарасаңдар, 2а квадрат көбейтілген б деп тұр, ал бөлімінде а қосылған в деп тұр. Мына жақта көбейту, бірақ мына жақта қосу тұр. Бұндай кезде қысқарта аламыз ба? Қайттан. Бұндай жағдайда қысқарта алмаймыз. Не үшін десек, себебі мына жерде қосу амалы тұрғаны үшін. Мына екі жағдайды жақсылап қарап алыңдар. Бұндай жағдайда қысқарта алмаймыз. Қысқарта аламыз қандай жағдайда? Егер барлығының арасы мынандай көбейту белгісі тұрған кезде біз жай бөлшектерді жалпы арифметикалық өрнектер деп айтамыз, біз алгебралық өрнектер. Соларды қысқарта аламыз. Так, тағы да мына жақта осыған ұқсас мысалдар. Мына қараңдар, мына жақта енді сәл көбейту бар және жақшамен орналасқан. Бұндай жағдайда қысқарта аламыз ба? Қысқарта аламыз, бірақ қайттан көбісінде сұрақ туындайды, бағана қосу кезінде қысқарта алмайтын едік қой деп. Оқушылар, бұл жерде мынау жақшамен тұратын болса былай, бұндай жағдайда қысқартуға болады. Қандай жағдайда қысқарта алмаймыз? Мысалы, екенге қысқартып жіберетін болсақ, бізде не қалады? 5 пен 3 қана қалады. Егер былай тұрған кезде, қараңдар, былай тұратын болса, мысалы ретінде, былай тұратын болса, бұл кезде қысқарта алмаймыз. Не үшін десек, мына біреу қосу үшін. Ал мына жерде қосу емес, біздің есептегідей көбейту тұратын болса, ол кезде жақшамен бірге қысқарта беруге болады. То есть мына екеуін бірге қысқартып жібере берсеңдер болады. Арасы қосу болса да. Келесі, екінші мысалда, x пен x-ті қысқарта аламыз ба? Бұл жерде жоқ. Хотя арасы көбейту болып тұрса да. Мына жерде мысалы көбі салатты, мынау y пен мынау y-ті қысқартып жібереді. Қысқарта алмаймыз, не үшін? Өйткені мына бір қосулар тұрғаны үшін. Бұл жерде біз қысқарта алмаймыз. Осы бір жерге түсінікті ме? Bir қарап алайықшы. Барлығы бір-біріне ұқсайтын нәрсе сияқты да, біреуде бір жерде қысқартамыз, бір жерде қысқартпаймыз. Енді математика таңдаған оқушыларға более-менее оңай болады. Бұл оларда бар нәрсе ғой просто. Қалған оқушыларға енді біз ашып түсіндіруге тырысамыз бұл нәрсені. Сонда мынау нәрсені түсініп алайық. Көбейту, қандай көбейту тұрған кезде қысқарта аламыз? Мысалы, мынандай көбейтулер тұрған кезде біз бір-біріне қысқартылады екенбіз, жай бөлшектерді ше. Ал араларында уже мынандай қосу амалы пайда болған кезде біз уже ол кезде қысқарта алмайды екенбіз.
Бірақ сонда да бұл жерде тағы да бір амал қолданып көрсек болады. Ол қандай амал? Ол жақшаның сыртына шығару деген нәрсе. Жақшаның сыртына шығару деген нәрсені енді сендерге видео сабақта түсіндірген шығар. Мына жерде мысалы сендерге сұрақ алымындағы, яқа бөлек жазайыншы, мүмкін сендерге дұрыс көрінбей қалған шығар мына жерде. 3x квадрат қосылған 15x y деп тұр ғой міне. Бөлімінде x қосылған 5y. Осы жерде мына біреу алымында не нәрсені жақшаның сыртына шығаруға болады? Так, Арайлым айтады, 3x-ті шығарамыз. Дұрыс айтасың Арайлым, яғни 3x-ті шығарамыз. Жақшаның сыртына шығару деген не нәрсе? Екеуінде де бар ортақ нәрсені жақшаның сыртына шығарамыз. Яғни қараңдар, 3 деген нәрсе мына жерде бар міне. 3 деген мынаның ішінде де бар, өйткені 15 деген ол 3 пен 5-тің көбейтіндісі. Міне осындай ортақ нәрсені жақшаның сыртына шығарып жүрсек болады. Әріптерге келетін болсақ, мына жақта x бар, мына жақта да x бар. Біз всегда дәрежесі кішісін жақшаның сыртына шығарамыз, яғни 3x-ті. Енді қараңдар, жақшаның сыртына мақұл не нәрсені шығару керек екенін түсіндік. Енді не нәрсе қалды? Қараңдар, мынау 3 кетіп қалды. X квадрат деп тұр ғой, яғни 2x бар етін, біз x-тің біреуін әкетіп қалдық. Демек, мына бір ғана x қалады деген сөз. Одан кейін мына жерде қосу амалы ма? Қосу 15-тен 3-ті әкетіп қалдық. 15 деген бағана 3 пен 5-тің көбейтіндісі еді ғой. Ол бізде 5 деп жазамыз. Мына бір x үш кетіп қалды, мына жақта y деп жазамыз. Бөлімінде x қосылған 5y. Енді қараңдар, осылай тұрған кезде бір-бірімен қысқартуға боламы? Иә, болады екен. Өйткені мына жерде міне көбейту амалы қылып, және x қосылған 5y-іміз былайша жақшаның ішінде тұр. Міне бұндай жағдайда мынау екеуін бір-бірімен қысқартып жіберсек болады екен. Сол кезде не ғана қалады екен бізде? 3x ғана қалады екен. Міне, жай бөлшектерді қысқарту деген осы бір нәрсе. Яғни жай бөлшектерді қысқартудан бұрын сендер не нәрсені жақсы білулерің керек? Жақшаның сыртына шығару, көбейткіштерге жіктеу дегенді жақсы білсеңдер, жалпы қысқарту деген тақырыпта оңайға соғатын болады. Так, келесі үшінші есепке қарай жылжиық. Егер түсінбей жатсыңдар, оқушылар комментарияға жазыңдар. Қайтадан математикалық сауаттылықта бұндай қиын қысқартулар келмесе де, кейбір есептерде кездесіп жатады. Сол кезде білу керек бұл нәрсе. Келесі үшінші мысалда біз қараңдар, қысқарта аламыз ба мынау екеуін бір-бірімен? Бағана айтқанымыздай, негізі мысалы мынау x пен мынау x-ті былай қысқартып жіберуге болмайды, ол қате болады, өйткені мына жерде арасында азайту тұр. Ал екеуін бірге қысқартып жіберуге бола ма? Яғни толық x минус y-ті қысқартып жіберуге бола ма? Я оны қысқартып жіберуге болады екен, мына полностью. Математика таңдаған оқушылар уже түсініп жатыр, қалай жасау керек екенін. Яғни мынау екеуінің орнын ауыстырып жіберейік дейді. Ал бұл екеуінің орнын ауыстырып жіберуге бола ма? Бұл екеуінің орнын ауыстыруға болады, яғни x минус y деп орнын ауыстыруға болады, бірақ бір нәрсемен. Өйтіп, егер екеуінің орнын ауыстыратын болсам, мына жерге минус таңба кетіп қалды. Мына екеуінің орнын ауысқан үшін. Ал алымы x минус y-тің квадраты болып тұра береді. Міне осы жағдайда квадрат пен x минус y екеуін қысқартамыз да, не нәрсе қалады? Сол кезде мына минусты ұмытпаңдар, минус қалады. Яқта қараңдар, квадрат екеу еді ғой, біреу қысқарып кетті, демек x минус y-тің өзі ғана алады. Жауабын осылай қалдырсаңдар да болады. Немесе мынау минусты мыналарға көбейтіп, минус x қосылған y деп жазсаңдар болады. Немесе y азайтылған x деп жазсаңдар да болады. Так, ал осы бір жерге дейін давайте бір қорытындылап жүрейік. Қалай болады? Қиын болып кеткен жоқ па? Ағай, сонда тек квадратты алып тастап, x пен y-тің орнын ауыстырмай тастай алмаймыз ба? Просто екеуін орнын ауыстырмай қысқарта салуға бола ма дейсің бе? Жоқ, екеуі бірдей емес қой. Біз бірдей нәрселерді ғана қысқарту керек па даже олар? Бірдей болу. Сол кезде ғана қысқарта аламыз. Төртінші мысал, енді төртінші есепке көшпестен бұрын бұны білу үшін қысқаша көбейту формуласы деген тақырыптарды білулерің керек еді. Ол тақырыптарды өтпедіңдер ғой десеңдер, Ол тақырыптарды жоқ емесіңдер, Именно математикалық сауаттылықта, Вроде жоқ сияқты. Так, сонда да бір айтып кете салайық енді. Мысал ретінде тұр екен. Қараңдар, мынау нәрсе x квадрат қосылған 10x қосылған 25 деген математикада қысқаша көбейту формуласы деген нәрсе бар. Сендер анау мектептегі алгебра кабинеттеріне кірсеңдер, 7 формула тұратын еді ғой. Сол 7-еуіне арналған есептер ғой мынау. Сол жерде қараңдар, мынау қысқаша көбейту формуласына келеді. Егер бұны қысқаша көбейту формуласына салатын болсақ, ол нені береді? Ол x қосылған 5-тің квадратын береді. Мынау ше.
Ал бөлімі ол да қысқаша көбейту формуласы, ол бізге x минус 5 пен x плюс 5-ті береді. Біз осы жерден бастап түсіндірейік. Осы жерде неменені қысқартуға болады. Жаңа жоғарыдағы мысалдағыдай x плюс 5 пен мына бір квадратты қысқартып жіберсек болады. Сонда не қалды? Мына жақта x плюс 5 қалды, мына жақта x минус 5 қалды. X пен x мына жерде қысқартуға бола ма? Болмайды. 5 пен 5 қысқартуға бола ма? Болмайды. Сонда жалпы аралары қосу азайту болған кезде қысқартуға болады қандай кезде? Екеуі прям бірдей болған кезде. Аралары қосу сандары бірдей болған кезде ғана қысқартуға болады. Базовый нәрсе, не нәрсені бұл жерден алып қалсаңдар өздеріңе. Не нәрсені жақсылап түсініп алсаңдар. Мынау нәрсені қараңдар. Арасы мынау секілді қосу азайту кезінде қысқартуға болмайтынын түсініп алсаңдар қазір. Сосын мынандай қарапайым нәрселерді қысқарта алсаңдар, оның өзі уже примерно жақсы нәрсе. Математикалық сауаттылыққа осының өзі жеткілікті болады негізі. Ал мына бір нәрселерді білсеңдер, вообще онда күшті, онда уже келесі тақырыптарда қиналмайтын боласыңдар. Ал сұрақ бар ма осы жерге дейін? Математикадағы оқушылар сияқты. Так, одан кейін мынандай көбейту бөлуді де көрдім сендердің үй жұмыстарында, вроде осындай амалдарда болған сияқты. Үй жұмыстарында қараған кезде бұларды қалай түсіндіңдер ме? Мындайларды қысқартуды шығара алдыңдар ма өздерің жауап? Қарап алады бұларды. Ары қарай уже математикалық сауаттылықта осыларға ұқсас кездесетін есептерді шығаратын боламыз. Қараңдар, бұл жерде қалай қысқартамыз? Қайттан соң қысқарту деген нәрсеге келеді ғой. Өрнекті шамдаңыз деп берген, қалай жұмыс жасаймыз? Қараңдар, жай бөлшектер қайттан сол жай бөлшектер тақырыбына келеді. 7x куб бөлінген 24y. Көбейтілген бізге былай айтатын, мына жерде жай бір ғана сан тұратын болса, оның астында бір бар екенін ұмытпаңдар деді. 8y квадрат. Осы жерде немен нені қысқартуға болады? Бұл жерде қараңдар, 8 мен 24-ті қысқартуға болады. Және y-дің біреу квадратымен y-ді қысқартып жіберсек болады. Мына жақта неше қалады бізде сол кезде? 3 қалады. Басқа қысқаратындар бар ма? Басқа қысқаратындар жоқ. Онда болса бөлімінде 3, ал алымында 7x куб қалады. Болды, мынау бізде берілген есебіміздің жауабы. Келесі, тағы біреуін көрсетейік. Рали уже екінші шығарып қойды. Қараңдар, мына жерде немен нені қысқартуға болады? Бірінші мына қараңдар, мына 12 мен мына 12-ні қысқартуға болады. Себебі мына жерде арасында көбейту тұр. Келесі, мына біреу x пен x-тің кубын қысқартуға болады. Басқа қысқаратындар бар ма? Басқа қысқаратын жоқ. Сонда алымында не қалды? Алымында қараңдар, кубтан біз біреуін алып тастадық қой. Сол кезде x квадрат қалады. Ал бөлімінде мына біреу 5 қалды. Және y қалады. Демек жауабы 5y алымында x квадрат қалады. Y қайда кетіп қалды дейді. Мен мына жердегі y тастап кеттім ғой деймін. Y тастап кеттім. 7x куб y болу керек. Y тастап кеттім. Екінші есепте 5y x квадрат шықты. Келесі бөлу кезінде амал қалай орындалады? 6y квадрат бөлінген 5y. Сол баяғы жай бөлшектегі бөлу кезінде екіншісінің орны ауысады. 3y астына кетеді, 10x куб үстіне кетеді. Осы жерде немен нені қысқартуға болады? 3 пен 6-ны қысқартсақ болады. Мына жақта 2 қалады. Y пен y квадратты қысқартсақ болады. Тура солай 5 пен 10-ды қысқартсақ болады. Мына жақта 2 қалады және x куб пен x-ті қысқартсақ болады. Сонда бөлімінде еш нәрсе қалған жоқ. Алымында мынау 2 көбейтеміз 4 шығады. Ал мына жақта x квадрат қалады. Демек жауабы 4x квадрат болады. Енді соңғы 4-ші есепті, 4-ші мысалды давайте өздеріңе білейік. Өздерің шығарып көріңдер, сосын бірге тексереміз. Мынау 3 мысалға ұқсайды. Осы 3 мысалдағы амалдарды қарап отырып, 4-ші есепті өздерің шығарып көрсеңдер. Жауабын чатқа жазсаңдар болады, немесе микрофонды қосып айтсаңдар болады. On x bu da 21 kaldı. 10x
10x Астында астында 21. мына үшінші бетте бір y қалып кетті ғой, 4x квадрат y болады емес па? Evet. Так, 10x 3 қалады дейді Нұрали. Давайте көрейік, тексеріп көрейік. Так, біріншісі қала береді, 35 x квадрат y бөлінген 12a-ғы көбейту, так, мыналарды орнына ауысатын болса, демек 7 астына кетіп қалады, 7x y, мынау 8ab квадрат осы жерде қалу керек. Ал енді қысқартып көрейік. Немен қысқартамыз? 7 мен 35-ті қысқартсақ болады, мына жақта 5 қалады. Және 12 мен 8-ді қысқартсақ болады, мына жақта бізде неше қалады? 4-ке қысқарады ғой, мына жақта 2, мына жақта бізде онда 3 қалады. Егер 4-ке қысқартатын болса. Келесі а толығымен қысқартып жіберсек болады, мына біреу а мен а-ны, және б мен мына біреу б квадратты қысқартып жіберсек болады. Басқа түспен жазамыз ғой деймін. Так, келесі мынау x пен мынау x квадратты қысқартып жіберсек болады, және y пен y-ді қысқартып жіберсек болады. Сонда не қалды? Мына жақта 5, мына жақта 2 қалды. 10 дегеніміз дұрыс. Так, мына біреу x-іміз қалды, ол дұрыс. Мына жақта бір v қалды, ол дұрыс. Және алымы 10xv деген дұрыс. Бөлімінде мына 3 қысқарып кетті ғой. Мына жерде 21 емес, неше болады екен сол кезде? Мына жерде 21 емес, бізде 3 болады екен. Яқты 3 болады. Демек 10x бөлінген 3. Дұрыс па, жауап осындай шықты ма? Барлықтарында қайтан бір y-ті, x-ті ешнәрсе тастап кеткен жоқпыз ғой. Мәселен мұқият болу керек екен, жаңағыдай x, y-ті қысқартқаннан кейін кейбір кезде көрінбей қалуы мүмкін. Все, жақсы. Енді қандай, бұның барлығы көбінесе математикада бұндай қысқартулар бізде керек болады, ал енді математикалық сауаттылықтағы есептерге бір қарап қояйық. Былай дейді. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды тап дейді. Міне бізге бірінші берілгені мынау 3а квадрат қосылған 4а тең 7-ге дейді. Мына осы берілген екен. Бізге енді мына біреу өрнекті мынаған қарап отырып, мынаны шығару керек қой. Мына нешеге тең екен. Енді қалай шығарсақ болады? Әртүрлі тәсіл бар, маған келіп тұрған қазіргі идея былай болып тұр оқшы. Былай шығарып көрсек. Мынау бірінші мынау берілгені бар ма? Өздері беріп қойған мынаны. Есептің берілгендегі бар нәрсе қақтан шықты деп ойлап жүрмін. Осы жерден біз давайте былай жасайық. 3а квадратты тауып көрейік, нешеге тең болады. Просто 3а квадраттың өзін ғана ше. 3а квадратты тауып көрейік деген сөз оқушылар, демек қасындағы мына 4а-ны былай қарай өткізіп жіберсек. Теңдік мына бетіне қарай. Сол кезде бізде қалай болады? 7 азайтылған 4а болады. Былай айтқан кезде 3а квадратты біз осылай өрнектеп жатырмыз. Не үшін олай істедік десек, мына жердегі а квадрат бар ғой, бізде табу керек. Осының орнына мынаны әкеліп қойсақ қазір. Мынаны. Сонда қалай болады? 3а квадрат деп тұр, соның орнына мен де 7 азайтылған 4а деп жазамын. Қосылған 9а қосылған 4. Бөлімінде 10а қосылған 22 болып тұр. Енді алымына келейік. Алымында ұқсас мүшелерді біріктіру деген нәрсе бар. Кейбір оқушылар мынандай қате жіберіп отыр. 7-тен 4-ті азайтып 3а деп жазып қоятындар бар. Оқушылар, бұл екеуі бір-бірімен азайтылмайды. Не нәрсе бір-бірімен азайтылады? Мынандай әріптері бірдейлер бар ғой, мысалы а мен 4а мен 9а. Осы екеуін бір-бірімен қосып азайта беруге болады. Минус 4аға плюс 9аны қосатын болсақ, бізде 5а шығады. Сосын стандарт бойынша көбінесе әріптер бірінші жазылады. А, В, С деген секілді айнымалылар бірінші жазылады. Сосын барып сандарды жазамыз. Мысалы, мына жақта бізде 7 мен 4 қалды. Екеуін қоссақ 11 болады. Екеуін бір-біріне қоса алмаймыз қайттан. Әріп пен санды бір-біріне қосуға болмайды. 5а қосылған 11 осылай қалады. Бөлімінде 10а қосылған 22 болып тұр. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай қараңдар, жаңағы жақшаның сыртына шығару деген нәрсені түсінсеңдер, мына жерде мынандай нәрсені байқауға болады. Қараңдаршы, мынау 5 болып тұр, мынау 10 болып тұр. Мынау 11 болып тұр, мынау 22 болып тұр. Қандай заңдылық бар? Яғни 2 есе артқан, 5-ті 2-ге көбейтсең 10, 11-ді 2-ге көбейтсең 22. Бұл жерден бағанағы ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару деген нәрсені қолдансақ, яғни мынау екеуінде де ортақ нәрсе бар. Ол не нәрсе? Ол 2. 2-ні жақшаның сыртына шығаратын болсақ, сонда мына жақта бізде 5а алады, мына жақта 11 қалады. Алымына келейік, 5а қосылған 11. Енді жаңаға түсіндіргендеріміз бойынша біз қарайтын болсақ, немен қысқартып жіберуге болады мына жерде? 5а қосылған 11 мен 5а қосылған 11-ді қысқартып жіберуге болады. Мына жақта 1 қалады, сол 1 қалғанын ұмытпаңдар. Сонда соңғы біздің есебіміздің жауабы нешеге тең болады? 2-ден 1-ге тең болады екен. 2 деп жазып қойып жүрмеңдер, қате болады.
Жауабы 2-ден 1-ге тең. Ал, мына бір есепке байланысты сұрақ бар ма? Бір қарап алыңдар. Сұрақ болмаса, түсінгендей болсаңдар, келесі есепті өздеріңе қарай берсек. Келесі есеп логикасы жаңаға түсіндірген есепке ұқсайды. Егер а квадрат азайтылған а қосылған 2 5-ке тең болса дейді, бізге мына бір өрнектің мәнін табыңыз дейді. Давайте осыны өздерің шығарып көрсеңдер. Не істеуге болады? Әртүрлі идеяны қолданып көріңдер оқшылар. Былай жасап көріңдер, басқаша ойланып көріңдер. Сол жерден сұрақтар туындайды. Сұрақтарын туындаса бірден сұрайсыңдар. Қалай болып жатыр? Не үшін олай болды деген сияқты. Ал ойланайық, не істеуге болады сияқты. 2-ден 3 болады жауабы. Жауабы 2-ден 3 болады. Мгм. Не істейміз? Мына жерде а квадратты 3 плюс а деп алдым. Сосын а квадраттың орнына қойдым. 2 еселенген 3 плюс а. Ары қарай. 1 минут Аружан. 1 минут кәбісі айтқаныңды жазып алсақ. Сонда сен былай айтасың, а квадрат тауып алайық дейсің. Ол үшін оның қасында тұрған 2 мен минус аны былай қарай өткіземіз, теңдеудегідей өткізген кезде, мысалы, минус а болатын болса, ол былай қарай өткізген кезде бізде плюс а болып өтеді. Ал мынау 2 былай қарай өткен кезде, ол плюс болса, неқі минус болып өтеді, 5-тен 2-ні азайтамыз, бізде 3 қалады. Өйстіп а квадратты тауып алдым дедім де, соны мына жерге келіп қойып отырсың ғой, Иә. Сол кезде бізде 2 көбейтілген а квадраттың орнына уже а қосылған 3-ті қоямыз. Қосылған 4а қосылған 3. Бөлінген 4а қосылған 6. Жақшаны ашамыз. 2а қосылған 6 қосылған 4а қосылған 3. Бөлінген 4а қосылған 6. Сонда алымында бізде 6а болады, ал бөлімінде бізде 9 болады. Не жағында? Ал мына жақта 4а қосылған 6 болады. Ары қарай? Алымынан жақшаның сыртына 3 шығарамыз, бөлімнен 2-ні шығарамыз. Дұрыс. Алымынан 3-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, ал бөлімінен 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде өзі қысқаратын 2 бір-бірімен қысқарып кетеді, бізде 3 бөлінген 2 немесе 1,5 деген жауап шығады. Де осындай жауап шықты. Молодцы. Демек, бір нәрсе түсініп жатырсыңдар деген сөз. Лаура, Жасминға 2-ден 3, 2-ден 3 шыққан екен. Жақсы. Сұрақ болса, давайте қойыңдар. Яғни былай шыққан кезде барлығында сол бір логика. Бұл жерде мені қараңдар, сонда математикалық сауаттылықта математиканың керегі жері мына бір қысқартатындарда ғой. Осылай қысқарту амалдарында. Барлығы математика әрине, бірақ осы жерге дейін логикасын құрастырып келесіңдер, бәрібірден ол қысқарту деген нәрселерді білу қажет екен. Кеттік ары қарай. Келесі мынандай есеп берілді. Егер 2а қосылған в бөлінген в 3-ке тең болса, бізге тура соның 2а азайтылған в бөлінген 3 деген түрін табу керек. Бұл жерде де қараңдар, не істеуге болады? Қайтадан бірінші келіп тұрған идея, ол барлығына ортақ. В дейтін бар екен, в-ны тауып алсақ болады, немесе 2а-ны тауып алсақ болады. Тауып алу деген сөз бағанағыдай өрнектеп алу деген сөз ғой. Сол кезде қалай болады? В-ны мына жаққа көбейтіп жіберейік. Пропорция сияқты, немесе ортақ бөлім бердік деген сияқты, в-ны мына жаққа қарай көбейтіп жіберейік. Сол кезде қалай болады? 2а қосылған в тең болады 3в-ға. Дұрыс қой. Өшірен 2а-ны табу үшін қайттан в-ны былай қарай өткіземіз. Сол кезде 3в-дан в-ны азайтсақ, бізде неше қалады? 2в-ға. Демек, мына жердегі 2а-ның орнына мен нені әкеп қойсам болады? 2в-ны әкеп қойсам болады.
Так, орнына келіп қойып мына жерге. Сонда қараңдар, 2v азайтылған v бөлінген v. Азайтатын болсақ 2v-дан v-ны азайтсақ v қалады. V-ны v-ға бөлетін болсақ бізде 1 қалады. Демек, берілген есебіміздің жауабы 1-ге тең болған. Тура жаңағы алдыңғы 2 мысалға ұқсайтын есеп екен. Сұрақ болса давайте сұрақтарымды қойыңдар, сұрақ болмаса келесі есепке қарай жылжысақ. Шүкір, жақсы есеп. Так, кеттік ары қарай келесі есепке. Осымен енді былай айтқан кезде бөлшек және оның қасиеттері деген тақырыпқа біз мысалдар, есептер осымен бітті. Енді ары қарай дәреженің қасиеттеріне қарай жылжимыз. Оған сәл бармастан бұрын дәреженің қасиеттеріне жалпы бөлшекке байланысты сұрақ бар ма? Жай бөлшектерді қосу, азайту, бағанағыдай қысқарту, көбейту, бөлу. Егер қиындық туғызатын болса, оқшақ қазірден бастап түсініп алыңдар сол. Жай бөлшектерді қысқарту, ортақ бөлім беру деген қарапайым нәрселердің барлығын қызыл кітап деген бар ғой математикада. Сол қызыл кітаптың ішіндегі осыларға арналған есептер бар, оңайынан бастап қиынға дейін. Соларды қазірден бастап шығарып үйреніп алсаңдар, кейін өздеріңе оңай болады. Ал жақсы, сұрақ болмаса, онда дәреженің қасиеттеріне қарай көшейік. Енді дәреженің бүкіл формулаларын жазып көрсетпей-ақ қояйық, бұл жерде сендер сабақта қарап қойған шығарсыңдар. Жай сауаттылықтағы дәрежеге келетін есептерді бірге шығарсақ. Микрофон қосып сұрақ қойып жатыр ма, или әшен қосып кетті ма? Әшен қосып кеткен сияқты. Кеттік, дәреженің қасиеттері сонымен дәрежеге арналған 2 есеп, біреуді мен шығарып көрсетейін, қалған екіншісін өздерің шығарасыңдар. Сонымен қараңдар, мына есепті түсіндіріп жүрейін. Берілген кейбір оқушыларға түсініксіз болып көрініп жатқан шығар, былай болып тұр қараңдар. 3-дің 2 дәрежесі және оның кубы. Былай айтқан кезде мынау санның негізі, мынау дәреже, ал сол мына біреу ол дәреженің дәрежесі болып тұр. Сонда қараңдар, дәреженің дәрежесі болып осындай есептер кездесетін болса, қай жақтан бастап орындаймыз? Амалды бірінші мына жақтан бастаймыз, адан бастаймыз. Яғни бірінші дәреженің дәрежесін есептеп аламыз. Ол қалай болады? 3 тұра береді. Енді 2-нің 3 дәрежесін есептеуіміз керек. Яғни 2-нің 3 дәрежесі ол бізде қаншаға тең болады? Ол бізде 8-ге тең болады. Яғни 2-нің кубы дегеніміз сабақта түсіндірді ғой, ол 2 көбейту 2 көбейту 2 деді. Яғни бұл 8-ге тең болады. 8 қаяқтан шықты деп жатсыңдар. Енді содан кейін барып 3-тің 8 дәрежесін есептейтін боламыз. 3-тің 8 дәрежесі бізде нешеге тең болады? Яғни 3-ті өзіне 8 рет көбейтуіміз керек қой. Егер біз 3-ті өзіне 8 рет көбейтетін болсақ, неше шығады? 6561 шығады екен. Демек, біздегі мына бір есебіміздің жауабы 6561-ге тең болады. Керісінше жасап қойып жүрмеңдер оқушылар, былайша 3-ті бірінші квадратта 9 деп, сосын оны кубтап жүрмеңдер, вообще басқаша сан шығып кетеді. Дәреже, оның дәрежесі келетін болса, бірінші үстіндегісін есептейсіңдер, сосын барып шыққан санды осылай есептейтін боласыңдар. Тура соған ұқсас, мына бір есепті 2-нің 3 дәрежесінің квадраты берілген екен. Осыны өздерің шығарып көрсеңдер деп айтайын деп жатсам, уже әсер шығарып қойған. 512. Қанша? 512. 512. 3-тің квадратын есептейміз, ол 9 болады. 2-нің 9 дәрежесі ол 512-ге тең болады. Кімде 512 шықты? Өте жақсы. Ары қарай кетейік. Енді бұған сұрақ жоқ шығар, дәрежені есептеуге. Келесі, сауаттылықтағы тағы бір мынандай бір есеп. Егер бір санның квадраты дейді 11,9-дан 1-ге тең болса, онда осы санның кубы нешеге тең болады? Яғни бір сан бар, біз білмейміз, бір сан бар. Соның квадраты мынаған тең дейді. Мынандай жай бөлшекке тең екен. 11,9-дан 1-ге. Енді қараңдар. 11,9-дан 1 дейтін бізде қандай болып тұр? Аралас бөлшек болып тұр. Негізі ондық бөлшекпен аралас бөлшек келсе, желательно оны жай бөлшекке айналдырып алған дұрыс. Именно дәрежеде ше. Сол кезде қалай болады? Мынау 9 болып, 9-ды 11-ге көбейтеміз, оған 1-ді қосамыз. Сол кезде қанша шығады? Бізде 100 шығады. Қайтадан есептің берілген бір оқитын болсақ, былай дейді. Егер бір санның квадраты дейді. То есть бізде бір санның квадраты мынаға тең болып тұр. Енді сендерге сұрақ, ол қандай сан? Қандай санның квадраты 9-дан 100-ге тең? Қанша? 3-тен 10. Яғни есептің берілгені былай деп тұр ғой. 3-тен 10-ның квадраты егер мынаған тең болатын болса, онда осы 3-тен 10-ның несін тап деп жатыр енді бізге? 3-тен 10-ның кубын тап деп жатыр. Сонда 3-тен 10-ның кубын табатын болсақ, мынандай жай бөлшек. 27-ден 10. Иә, мынандай сандарды былай кубтай бересіңдер ғой. 10-ды кубтайсыңдар, 10-ды өзіне 3 рет көбейтесіңдер. 1000 шығады.
Және 3-ті өзінен 3 рет көбейтесіңдер, 27 шығады. Жауабын осылай 27-ден 1000 деп қалдыра берсеңдер де болады. Немесе ары қарай аралас санға келтірсеңдер де есептің жауабы сол болады. Так, мына бір есеп түсінікті ма? Бір қарап алсақ. 3-тен 10 қаяқтан шықты? Не үшін оны кубтадық? Тура осыған ұқсас бір есеп бар, оны өздері шығарып көресіңдер. Böyle түсінген сияқтысыңдар. Мына бір есепті қараңдар онда. Егер бір санның кубы 3,8-ден 3-ге тең болса, онда осы санның квадратын табыңыз. Керісінше, бір санның кубы болып тұр, біз енді оның несін табуымыз керек? Квадратын табуымыз қажет. Ал, шығарып көріңдер, жауабын сосын айтасыңдар. 4-тен 9. 9-дан тең. 4-тен тең. 4-тен 9 дедіңдер ме? Иә. Жақсы. Немесе 2,4-тен бір, иә. Қалай есептедік? Қайта. Бірінші мынандай сан келетін болса, демек аралассаң болатын болса, бірінші қараңдаршы, бірінші не амалды орындайсыңдар? Бірінші бұны бұрыс бөлшекке келтіріп аласың. Яғни ол 8-ден 27 болды. Бұны қалай келтіретін білесіңдер ғой? Мынаған көбейтеміз, мынаны қосамыз. 3-тен 2 болмай ма ағай? Кубы деп жатыр ғой, 3-тен 2 болмай ма? Түсінбедім, 3-тен 2, қалай 3-тен 2? 3-тен 2 шығып, оны квадраттайсың үші, 4-тен 9 болады. 2-ден 3 шығады десе, 3-тен 2 емес. 2-ден 3 шығады. Міне сонда 8-ден 27 дейтін сан бар, бұл бір санның кубы деп жатыр, иә? Бұл қандай санның кубы екенін табу үшін, мынау 27 қандай санның кубы? Ол 3-тің кубы, 8 деген ол 2-нің кубы. Сонда былай ғой, 2-ден 3-тің кубы мынаған тең деп жатыр ғой. Енді бізге осы 2-ден 3-тің несін тап деп жатыр? Квадратын тап деп жатыр. Демек 2-ден 3-ті квадраттаймыз. 2-ден 3-ті квадраттасақ 4-тен 9 болады. Немесе 2,4-тен 1 болады. Міне дәрежеге байланысты есептер сауаттылықта осындай болып кездеседі. Тағы да мынандай бір есептерді шығарып үйренсек. Дәреже және дәрежемен қатар бұл жерде алдыңғы өрнектерді ықшамдауға кішкене ұқсас есеп, соған келетін есеп. Міне қараңдар, есептеңіздер 2 бірдей есеп берілген, біріншісін шығарып көрсетейін, екіншісін соған қарап отырып шығарсаңдар. Қараңдар, 2-нің 27 дәрежесі, азайтылған 2-нің 26 дәрежесі, бөлінген 2-нің 2026 және 2025 дәрежесі. Әдейі есептерде осындай үлкен дәреже беріп қойды, чтобы есептеуге қиын болу үшін. Мысалы, 2-нің 27 дәрежесін есептеу деген ол өте қиын нәрсе, оны калькуляторға сыймайды, көбейтіп отыра беретін болса. Енді бұл жерде не істейміз? Бұл жерде біз былай жасаймыз. Бағанағы өзіміз айтқан жақшаның сыртына шығару деген амалды қолданамыз. Мысалы, бөлшектің алымынан нені жақшаның сыртына шығаруға болады? Жақшаның сыртына біз всегда дәрежесі кішісін шығарамыз. 2026 мен 27-нің арасындағы кішісі қайсы? Ол 2-нің 26 дәрежесі. 2-нің 2026 дәрежесі. Осы жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішіне сөйлесе не қалады? Қазір 2027 штук бар еді ғой. 26-сы кетіп қалды, демек 2-нің өзі ғана қалады. Азайтылған, мынаның орнында неше қалады? Мына толығымен кетіп қалды, оның орнында 1 қалады. Тура солай, бөлімінен де мына жерде екеуінің арасындағы дәрежесі кішісін жақшаның сыртына шығарасың. Яғни 2-нің 2025 дәрежесі. Сонда не қалады мына жақта? Қайта 26-дан 25-е кетіп қалса, демек 2-нің 1 дәрежесі қалады. Ал мынау нәрсе толығымен жақшаның сыртына шығып кететін болса, оның орнына 0 деп жазып қоймаңдар, оның орнында бізде 1 қалады. Сонда жақшаның сыртына шығаратын болса, уже көрінеді. Сонда қараңдар, мына екеуін қысқартып жіберсеңдер де болады, немесе 2-ден 1 десек, бәрібір де 1 шығады, ол есепке қатты әсер етпейді. Ал мына екеуін бір-бірімен қысқартқан кезде, мына дәрежесі кішісі толығымен жойылып кетеді. Мына жақта соны азайтасыңдар. Яғни 2026-тан 25-ті азайтасыңдар. Сонда 2-нің неше дәрежесі қалады? 2-нің 1 дәрежесі қалады. Немесе 2-нің өзі. Мынау біздегі есебіміздің жауабы. Астындағы есеп тура осыған ұқсайды. Давайте өздеріңіз шығарып көріңдер. Неше шығады? Чатқа жазып жіберіңіздер. Жемшет молодец. Сразу логикасын түсініп алды да. Жауабы қанша шығады дейді? Көрсетеді. Дұрыс 2 шығады. Ал, бір қарап алайық. Сұрақ болса. Мына жерде былай қысқартып жүрмеңдер, 2026 мен 2026 дәрежесін 25 пен 27-ні қысқартып жүрмеңдер, ол қате болады, өйткені арасы не болып тұр? Бағана айтқанымыздай арасы азайту болып тұр. Арасы қосу азайту кезінде уже қысқарта алмаймыз. Шығарып көрсете салайық мына жақта. Алымында 2-нің 2009 дәрежесін жақшаның сыртына шығарасыңдар. Сол кезде жақшаның ішінде 2 азайтылған 1 қалады.
бөлімінде 2-нің 2008 дәрежесін жақшаның сыртына шығарамыз. Жақша ішінде қайтадан 2 азайтылған бір қалады. Екеуі мынаның барлығы бір-біріне қысқарады да, соңында 2-нің өзі ғана қалады. Ал, сұрақ бар ма? Жоқ. Все, кетті. Келесіне бір есеп. Егер дейді 9-ның n дәрежесі қосылған 9-ның n дәрежесі деп осылайша бірнеше 9-ның n дәрежесі берілген екен, ол 3-тің 2010 дәрежесіне тең болса, бізге n-ді табыңыз дейді. n-нің орнында қандай сан тұр, соны табуымыз қажет. Енді қараңдар оқушылар, бізде мынандай нәрсе бар. 9-ның n дәрежесі деген жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рет кездеседі екен. Мынандай нәрсе ғой, қараңдар, мысалы a-ға a-ны қосатын болсақ, бізде неше шығады? 2a шығады. Немесе мысалы 5a-ға 3a-ны қосатын болсақ, бізде 8a шығады. Бұларды бір-бірімен қосуға бола ма? Болады, өйткені әріптер қандай? Әріптер бірдей. Тура солай, 9-ның n дәрежесі дегендерді біз әрбір ретінде қарастыратын болсақ, демек бұларды да бір-бірімен қосуға болады деген сөз. Және мен бұлардың барлығын бір-біріне қосып шығатын болсам, жаңа қанша санап шықтық? 9 бар екен. Демек бұл бізде 9 көбейтілген 9-ның n дәрежесі деп жазуға болады. Мынаның барлығы. Ал 3-тің 2010 дәрежесі тұра берсін, оған еш нәрсе істей алмаймыз. Осы жерден сәл тоқтай тұрайық. 9 көбейтілген 9-ның n дәрежесі қайдан шыққанын түсіндік пе? Мыналардың барлығының қосындысы ғой. Мынаның барлығының қосындысын сөйтіп жазып қоюға болады. 9 көбейтілген 9-ның n дәрежесі. Тағы бір мысалмен түсіндірейік. Қараңдар оқушылар. Мысалы былай тұратын болса, 4n қосылған 4n қосылған 4-тің n дәрежесі болса, бұлардың барлығын қосып 12-нің n дәрежесі деп жазуға болмайды. Бұл қате болады. Қалай жазуға болады? 4-тің n дәрежесі қосылған 4-тің n дәрежесі болса, бұны 3 көбейтілген 4-тің n дәрежесі деп жазуға болады. Яғни 4-тің n дәрежесінен 3-еуі бар деген сияқты. Ал просто бір-біріне қосып 12 деп ала салуға болмайды. Ол қате болады. Енді ары қарай кеттік. Ары қарай не істейміз? Мынау енді математикадағы көрсеткіштік теңдеу дейтін бар, сол тақырып ұқсайды. Яғни оның логикасы қалай? Оқушылар қараңдар. Мына жерде n-ді табу үшін біз мынау екеуін бірдей қылуымыз керек. 9-ды да 3-ті де. Енді біз қалай жасағанымыз дұрыс? 9-ды 3-ке келтіргеніміз дұрыс па? Жоқ, 3-ті 9-ға келтіргеніміз дұрыс па? Негізі қатты айырмашылық жоқ. Былай жасағанымыз дұрыс болады. Мыналарды 3-ке келтіріп аламыз. 9 деген ол 3-тің квадраты. 9n деген 3-тің 2n дәрежесі болады. Тең 3-тің 2010 дәрежесіне. Енді қараңдар, мынау екеуі бірдей, арасы көбейту болғанда дәреже не істейді дедік біз? Дәреже бір-біріне қосылады деп айттық. Яғни 2-ге 2n-ді қосамыз, сол кезде 2 қосылған 2-нің n дәрежесі. Тең 3-тің 2010 дәрежесі. Так, осы бір жерге дейін оқушылар түсінді ме? Бір қарап алайық осы жерге дейін. Егер түсінікті болатын болса, қараңдар, мына екеуін не үшін бірдей қыламыз деп жатырмық? Мына екеуі бірдей болды ғой. Бұл екеуін тастап кетеміз, ары қарай тек қана дәрежелерін теңестіреміз. 2 қосылған 2n тең болады 2010-ға. Ары қарай уже теңдеу сияқты 2n тұра береді. Мына 2-ні былай қарай өткіземіз, сол кезде мына жақта бізде 2008 болады. N-ді табу үшін 2008-ді 2-ге бөлеміз, сол кезде бізде 1004 шығады. Демек, n нешеге тең екен? N бізде 1004-ке тең болады екен. Ал, сұрақ болса, мынау жай ғана түсіндірмелер, шетте тұрған. Есептің негізгі шығар жолы мыналар. Қайтан түсінгендей болсаңдар, мына бір есепті өздеріңіз шығарасыңдар еді. Бір көрсетіп жүрейін, шығар жолы былай етін. Так, бүгінгі сабақтық ма? Давайте өздеріңе қалдырайық, қандай сөз айтасыңдар? Алда математикадағы оқушылардың өздеріне табыңдар деп айтқам, сендерге де тура сондай. Қандай сөз болсын бұл жауап? Бимен дағай болсын. Бол онда. Кеше Ақтау, бүгін Семей болсын дейді. Дәреже бөлшек дейді. Күте тұрайық қазір. Жақсы, мүмкін идеялар кеп қалған жар. Ақтау Семейді математикада жасайық, Нұрали.
Дәреже бөлшек деп жатыр ғой Жасмин. Давай дәреже бөлшекті сұрайық. Бүгінгі тақырып екен ғой. Бізде уақыт болып қалды ма? 5 минут уақыт болып тұр. Все, давайте осы есепті шығарайық. Үлгеріп жатсақ келесі есепті. Жәмшитті 14,5 дейді. Давайте тексеріп жіберейік. Мынау үшеуін қосатын болсақ, 3 көбейтілген 9-ның n дәрежесі болады. Тең 3-дің 2011 дәрежесі. Енді барлығын 3-ке келтіріп алған оңай болады сияқты, 3 көбейтілген 3-дің 2n дәрежесі тең болады 3-дің 2011 дәрежесі. Негіз бірдей, көбейту болғанда дәреже қосылады. Мынаның дәрежесі 1. Демек 3-дің 1 қосылған 2n дәрежесі тең болады 3-дің 2011 дәрежесіне. Екеуі бірдей жойылып кетеді. Сонда 1 қосылған 2n тең болады 2011-ге, 2n тең болады 2010-ға, n тең болады 1005-ге. Аха, қайтен дұрыс ойнайын ме? Жауабы 1005-ге тең болады екен. Давайте мына есепті қарастырып жіберейік. Так, 3-дің 2003 дәрежесі қосылған 2004, 2006 дейді. Өрнегін 31-ге бөлгенде қанша шығады? Давайте тексеріп көрейік, қанша шығады екен бұны бөлген кезде. Так, бұны есептеу үшін, яғни былай болып тұр ғой сонда. 3-дің 2003 дәрежесі қосылған 3-дің 2004 дәрежесі, қосылған 3-дің 2006 дәрежесін біз 31-ге бөліп атымыз. Мына осындай болып тұр ғой, осы амалды орындау керек болды. Енді бұл амалды орындау үшін қайтадан дәрежені есептеу тиімсіз, оны есептей алмаймыз да. Сол үшін жақшаның сыртына шығарамыз қайтадан. Жақшаның сыртына жаңа айтқанымыздай дәрежесі кішісін шығарамыз. Дәрежесі кішісі қайсы ол 3-дің 2003 дәрежесі. Осыны жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның сыртына шығаратын болсақ не қалады? Мына жерде 1 қалады. 3-дің 2004 дәрежесінен 2003 кетіп қалса, 3-дің өзі қалады. Яқта 2006-дан 2003-ге кетіп қалса, 3-дің 3 дәрежесі қалады. Бөлінген 31. Енді 3-дің 2003 дәрежесі көбейтілген жақшаның ішіне есептейік. Нәрде 27, 27-ге 3-ті қоссақ 30, оған 1-ді қоссақ 31 болады. Бөлінген 31. Мен осы жерден 31 мен 31-ді қысқартып жібереміз де, сонда жауабы 3-дің 2003 дәрежесі шығады. Дәген мына жерде көрсету керек, тағы да бірнеше есептер бар еді бізде негізі. Жақсы есептер бар еді. Енді бұлардың барлығын бұйырса келесі сабақта тағы да ары қарай талдай жатармыз. Бүгінше Кодсыз қандай тағай? Ау? Кодсыз. Дәреженің не заты еді? Кодсыз. Дәреже және бөлшек. Саши. Сұрақ болмаса шыға берсіңдер болды. Сұрақтарың болса давайте қалыңдар. Сұрақтарың болса қойыңдар, тағы да жауап берейік. Құпия сөз, дәреже және бөлшек. Ағай, сосын мен түсінбегенім жаңағы не бар ғой? Бөлшектерді шығардық қой, соның последний есептерін. Предпоследний есептері бар ғой. Мына дәреженің қасиетіне өтер алдындағы. Маған пробныйдан соның есептері келді да, пробный тапсырамыз мектепте. Сол кезде осылай болса деп келеді да, болса сосын мынаны табыңыз деген кезде мен вообще түсінбеймін. Зачем? Бірінші мынаны беріп қояды да, сосын мынаны есептең деп айтады. А бірінші берілгені вообще қатысы жоқ зат емес па? Или оны жаңағыдай сіз есептейсіз да? Ана қосып па? Соны қолдану арқылы екіншісін шығару керек қой. Мысалы біз қарашы, мына жерде не істедік? Біз 2a-ны тауып алдық қой, бірінші бөлшектен. Егер болса деген жерде 2a-ны тауып алдық та, соны бізге табу керек жердегі 2a-ның орнына қойып жатырмыз ғой. То есть біріншісін қолдану арқылы екіншісіне қарай кетесің. Енді обязательно 2a-ны табу керекпіз бұл жерде. Бұл жерде обязательно 2a емес, мүмкін v-ны ғана тауып алсаң болады. Бұл жерде есептің әрқайсының логикасына байланысты. Бірақ көбінесе сондай. Бірінші есептегі, берілгендегі нәрсені қолдану арқылы біз екіншісіне соны пайдаланып есепті шығаруымыз керек қой. Бізде сондай қылып есепті. Енді ғана именно бөлшекке байланысты біз қанша есеп шығардық, именно осындай үшеу шығардық, бірақ үшеуінің де логикасы бірдей болды былайша айтқан кезде. Қара, мысалы, біріншісінде 3a квадратты тауып алдық та, соны бізге бізде есептің шартындағы табу керек нәрседегі 3a квадраттың орнына қойдық. Одан мына есепте қара, тоже мысалы, a квадратты тауып алдық та, берілгеніндегі. Сөйттік та қайтадан мына жақтағы a квадраттың орнына әкеліп қойдық.
И соңғы есепте двойка сол болды да, 2a-ны тауып алайық дедік те, 2a-ны тауып алып, табу керек жақтағы 2a-ның орнына қойып есептедік. Яғни барлығының логикасы сол бір-біріне ұқсайды негізі. Тағы қандай сұрақтарың бар? Рахмет ағай. Жақсы, сау болыңдар.